Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі шолуда сіздерді осы аптадағы Қазновости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Колледждерде оқу мерзімі қысқарады. Сонымен қатар 2024 жылға қарай педагогтардың жалақысы 2 есеге артады. Елімізде 2 айда 1,9 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 12,8% артты. Қазығұрт тұрғыны өмірден өткен әкесінің зейнетақысын заңсыз алып отырған. Ол 2 жылда мемлекетке 1,2 миллион теңгеден астам шығын келтірген. 12 наурыздағы мәлімет бойынша елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 221.699-ға жетті. Барлығы 204.782 адам COVID-19-дан емделіп шықты. 231 адамның жағдайы ауыр. Әлемнің көшбасшы университетін анықтайтын QS рейтингіне қазақстандық 5 жоғары оқу орны енді. Олардың қатарында Еуразия ұлттық университеті бар. Қазақ алтын шотынан 1,5 миллиард теңге ұрлаған күдіктілер ұсталды. Өз еркімен кетуден бас тартқан 647 мигрант елден шығарылды. Оларға сот шешімімен 5 жыл бойы Қазақстанға келуге шектеу қойылды. Мектептер қандай жағдайда карантинге жабылады? 2 оқушы коронавирус жұқтырған жағдайда сынып, 3 және одан көп жағдайда мектеп толығымен жабылады. 2021 жылдан бастап түлектер грантты жекеменшік мекемелерден өтей алады. Шығыс Қазақстандағы М38 тас жолының Павлодар, Семей, Қалбатау учаскесі биылдан бастап ақылы болады. Адасып кеткен жасөспірімді құтқарған үшін қарағандылық полицейлер 2-ші дәрежелі ішкі істер органдарының үздігі төсбелгісімен марапатталды. Тас жолда есірткі тасымалдаушылар ұсталды. Олардан полицейлер 13 келіге жуық марихуана тәркіледі. Әлемнен бірер ақпар. Бавария тұтынушылар орталығының диетологтары адам ағзасына қауіп тудыратын қарапайым тағамдарды атады. Украинаның Равненск облысында мысық 4 айлық сәбиді тұншықтырып өлтірді. Ресейлік кеме Қара теңізге батып кетті. Салдарынан бір адам қаза тапты. Спорт жаңалықтарына келсек, Данияр Елеусінов 2016 жылғы Рио-де-Жанейро олимпиадасының үздік ондығына кірді. Паракаратистер Ресейден елге 2 алтын және 3 қола медальмен оралды. Алматыда өтіп жатқан фристайлдан әлем чемпионатында 15 жастағы Анастасия Городко қола жүлдегер атанды. Мбаппе Мессидің рекордын жаңартты. Ең жас спортшының чемпиондар лигасында 25 голы бар. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Қазновости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.